Баршаңызға сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте оңай тәсілмен осындай бантик тігіп үйренетін боламыз. Міндетті түрде каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші бізге қажетті заттар, яғни осындай қатты фатин қажет болады. Оның ұзындығы 1,5 метр, ені 20 сантиметр. Келесі қарапайым ғана ине жіп және де резинка қажет болады. Матамыздың ені бойынша 2 бүктеп, сол бүктелген жерінен бастап қол тігіспен көктеп шығатын боламыз. Фатин матасының сапасы әртүрлі болып келеді және бағалары да соған сай болады. Менің қолымдағы фатиннің сапасы орташа сападағы және бағасы да метрі 500-600 теңгелік фатин матасы. Бізге бантик жасау үшін өз көлемін жоғалтпайтын фатиннің қатты түрі керек болады. Бантиктің өлшемін әртүрлі етіп алуға болады, яғни кішілеу етіп жасаймын десеңіздер, матамыздың енін 16 сантиметрден де алуға болады. Мінекей видеода байқағандарыңыздай матаның соңғы жағына да жеттім. Енді соңғы жағына келгеннен кейін жаңағы тігісті қайтадан артқа қарай, яғни рулет сияқты етіп орай отырып, әр жерінен іліп, барлығын бірге біріктіріп шығатын боламыз. Видеоны жақсылап қарасаңыздар өте түсінікті әрі оп-оңай жасалады. Дәл осы жасалу жолмен мен балабақшаға және мектеп оқушыларына тапсырысқа бантик тіккен болатынмын. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де өте арзан бағаға шығады. Яғни 1 метр фатин матасынан 5-6 бантикті беймарал шығаруға болады. Егер де бантикті бұдан да қалың қылғыңыз келсе, онда 2 есе матамен дәл осы техникамен тігуге болады. Сонда бантигіңіздің аппақтығы, көлемділігі бұдан да 2 есе артатын болады және өте әдемі болып көрінеді. Енді жаңағы тігіп болғаннан кейін жаңағы ені бойынша 2 бүктеліп тігілген матамызды, яғни бантигіміз көлемді болу үшін арасын 2-ге бөліп ажыратып шығатын боламыз. Осымен біздің өте көлемді әрі жасалу жолы өте оңай бантигіміз дайын болды. Аз ғана уақыттың ішінде өте әдемі бантик жасап шықтық. Енді осы бантикті түрлендіру мақсатында бантигіміздің әр жеріне моншақ қадасақ болады. Менің жағдайымда моншақ жабыстыратын аппаратым болатын. Сол аппаратпен қазір жемчуг тастарын жабыстырып, қатырып шығатын боламыз. Ол үшін бізге осындай фурнитура дүкендерінде сатылатын темір аппарат, яғни бұл осындай арнайы жемчуг тастарын жабыстыратын аппарат. Оның жемчугтың бір жақ бөлігінде осындай темір жабысып тұрады, бір жақ бөлігінде осындай жемчуг тастарын аппаратпен қадап шығатын боламыз. Яғни астыңғы бөлігіне темірді салдық, үшкір жағын жоғары қаратып, матамызды қойдық және оның үстіне осылай моншағымызды қоямыз да, қатты күшпен басып шықсақ, матамызға жабысып та қалады. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай жолмен жабыстырылды және ешқандай жіп, ештеңе көрініп тұрмайды. Тағы да бір көрсете қояйын, яғни астыңғы бөлігіне темірді салдық, үшкір жағын жоғарыға қаратамыз, одан кейін матамызды қоямыз да, оның үстінен осындай моншағымызды қойып, жаңағы темірді қатты күшпен басып шығатын боламыз. Бұл моншақтың әртүрлі размерде сатылады. Менің қолымдағы орташа размердегі негізі бұдан кішілеуі және бұдан үлкені де сатылады. Нәтижесінде моншақ жапсырылған бантигіміз осындай болып шығады. Жасап көріңіздер. Міндетті түрде менің Instagram парақшама бөлісуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Айгерім. Баршаңызға сәттілік.